82 жасында өкінгенім. Айтылмаған бір ауыз сөз. Айтпай еттім. Нұрғайша әже түн ортасында шошып оянды. Кеудесін әлде бір ауыр тас басып тұрғандай еді. Терезеден түскен ай сәулесі бөлменің ішін бозамық жарыққа бөлеп тұр. Сыртта жаздым жылы түні болса да, оның бойын суық діріл қарып өтті. 8-ден асқан жасында адам бәрін ұмытады дейді. Жоқ. Адам бәрін емес, ең маңыздысын ұмытпайды екен. Кейбір сөздер 50 жыл өтсе де жүректің түбінде шаншудай қадалып жатады. Нұрғайша төсегінен баяу көтерілді. Қасында жатқан ескі сандыққа көзі түсті. Ол сандықты соңғы рет қашан ашқан өзі де ұмытқан. Бірақ бүгін әлде бір күш оны сол жаққа жетелеп тұрғандай. Әже сандықтың қақпағын ашты. Ішінен сарғайған хаттар, көне суреттер шықты. Ең астында тұрған қара ақ суретті қолына алды. Суретте 4 жас тұр. Өзі, Дулат, Ғалым, Әсия. Көзінен бір тамшы жас сырғып түсті. Кешір мені, деді сыбырлап. Сол сәтте есік ашылып кетті. Апа, ұйықтамадыңыз ба? Бұл үлкен ұлы Берік еді. 60-тан асқанмен анасының жанында әлі де бала сияқты көрінетін. Ұйықтай алмадым балам. Берік жақындап келді. Денсаулығыңыз дұрыс па? Денім дұрыс. Нұрғайша суретті тез жасырып қойды. Берік байқап қалды. Ескі суреттер ме? Иә. Әкемнің суреттері ме? Әже үндемеді. Берік таңырқай қарады. Апа? Кейде өткен өмір адамды жібермейді екен. Тағы да баяғы естеліктер ме? Нұрғайша басын изеді. Сендер мені жақсы ана болды деп ойлайсыңдар ғой. Әрине. Жоқ балам. Берік күлді. Қазір не айтып отырсыз? Менің өмірімде ешкім білмейтін бір құпия бар. Берік селк ете қалды. Қандай құпия? Нұрғайша жауап бермеді. Тек терезеге қарады. Өткен өмір қайтадан көз алдына келе бастады. 1962 жыл. Нұрғайша 18 жаста еді. Ауылдағы ең сұлу қыздардың бірі саналатын. Ұзын қара шашы белінен түсетін, қара көздері күліп тұратын. Сол жылы ауылға жас мұғалім келді. Оның аты Дулат болатын. 23 жастағы жігіт. Қалада оқып келген. Сыпайы, сабырлы. Басқалар сияқты бос сөз сөйлемейтін. Ауыл қыздарының бәрі оған сырттай қызығатын. Бірақ Дулат ешкімге назар аудармайтын. Бір күні мектептің ауласында Нұрғайша шелекпен су тасып келе жатқан. Кенет аяғы тайып кетіп, су төгіліп қалды. Шелекке домалап кетті. Сол кезде біреу жүгіріп келіп шелекті көтерді. Абайлаңыз. Нұрғайша басын көтерді. Алдында Дулат тұр еді. Қыздың жүрегі бір түрлі дүрсілдеп кетті. Рахмет. Қолың ауырмады ма? Жоқ. Жақсы. Осылай басталған таныстық кейін күн сайын жалғаса берді. Кейде кітап туралы сөйлесетін, кейде ауыл жайлы, кейде армандары жайлы. Бір күні Дулат, Нұрғайша, сенің арманың қандай? Деп сұрады. Қыз ойланып қалды. Білмеймін. Әр адамның арманы болады. Мүмкін жақсы ана болғым келетін шығар. Тек ана ғана? Иә. Ал өзіңше? Нұрғайша алғаш рет осы сұраққа жауап бере алмады. Өйткені сол уақытқа дейін ешкім оның өзіне қатысты армандарын сұрамаған еді. Сол күннен бастап ол Дулатты күтетін болды. Оның дауысын, оның күлкісін, оның көзқарасын. Бірақ бір күні бәрі өзгеріп кетті. Күздің салқын кешінде әкесі үйге ашулы кірді. Нұрғайша! Иә, әке? Ана мұғаліммен сөйлесіп жүр екенсің. Қыздың өңі қашып кетті. Жай ғана. Маған өтірік айтпа. Үй ішін ауыр үн басты. Анасы Алмада үнсіз отырды. Әке, сен байдың баласы Дәулетке тұрмысқа шығасың. Нұрғайша орнынан атып тұрды. Мен шықпаймын. Шығасың. Мен оны сүймеймін. Сүю дегенді қой. Әке, үндеме. Алма көз жасын сүртіп отырды. Қызым, анашым, мен оны сүймеймін.
бізге қарсы келме. Нұрғайша жылап жіберді. Сол түні ол ұйықтай алмады. Ертеңінде Дулатпен кездесуге шықты. Екеуі ауыл сыртындағы өзеннің жағасына барды. Күзгі жапырақтар сарғайып тұрған. Аспан бұлтты еді. «Не болды?» деді Дулат. Нұрғайша көз жасын әрең тоқтатты. «Әкем мені Дәулетке ұзатпақ». Дулат үнсіз қалды. Ұзақ уақыт ештеңе айтпады, тек алыстағы суға қарап отырды. «Дулат, иә, бірдеңе айтшы». Жігіт баяу бұрылды. Көзінде бұрын соңды болмаған мұң бар еді. «Егер сен бақытты болсаң...» «Мен бақытты болмаймын!» Нұрғайша: «Жоқ!» Қыз оның сөзін бөліп жіберді. «Мен сенен бір сөз күттім!» Дулат үнсіз қалды. Өзен жағасында екеуінің арасында ауыр үнсіздік орнады. Нұрғайша Дулаттың жүзіне қадала қарады. Ол бір ауыз сөз күтті. Бір ғана сөз. «Қал». Немесе «Мен сені сүйемін». Тіпті ешқайда жібермеймін. Бірақ Дулат үндемеді. Сол үнсіздік Нұрғайшаның жүрегіне мәңгілік жара болып түскендей еді. «Демек, айтатын сөзің жоқ қой», деді қыз ақырын. Дулат терең күрсінді. Нұрғайша: «Жоқ, жауап бер. Мен сенің тағдырымды қиындатқым келмейді». Қыздың көзі шарасынан шықты. «Қиындатқым келмейді ме?» «Иә. Мен сенен осыны күткен жоқ едім. Сенің әкекең мені қабылдамайды. Сонда қорқасың ба?» «Мәселе қорқуда емес. Онда неде?» Дулат тағы да үнсіз қалды. Нұрғайша көз жасын сүртіп орнынан тұрды. «Бітті». «Нұрғайша, бітті дедім». Қыз артына қарамастан кетіп қалды. Дулат орнында ұзақ отырды. Күзгі жел ғана сыбдырлап тұрды. Бір айдан кейін Нұрғайшаның ұзату тойы болды. Ауылдың бәрі жиналды. Дәулет шынында да бай отбасының баласы еді. Малдары көп, үйлері үлкен. Жұрттың бәрі Нұрғайша бақытты болды деп жатты. Бірақ ешкім оның ішіндегі дауылды көрмеді. Той үстінде отырған қыз есікке қайда-қайда қарай берді. Бәлкім келеді деп күтті. Бәлкім тоқтатар деп күтті. Бәлкім бәрін өзгертетін шығар деп күтті. Бірақ Дулат келген жоқ. Сол күні Нұрғайша ішінде бір нәрсе өлгендей сезінді. Алғашқы жылдары Дәулет жаман күйеу болған жоқ. Еңбекқор еді, отбасын асырады. Қажет нәрсенің бәрін әкеліп береді. Бірақ олардың арасында махаббат болмады. Тек сыйластық қана болды. Бір жылдан кейін Берік дүниеге келді. Одан кейін Марал, сосын Ғалым. 3 баланың күлкісі үйді шаттыққа толтырды. Нұрғайша бар мейірімін балаларына берді. Күндер жылға айналды. Жылдар 10 жылдықтарға айналды. Бір күні кешкісін Дәулет мал қорадан кіріп келді. «Нұрғайша?» «Иә, бүгін ауданға бардым». «Сосын?» «Ана Дулатты көрдім. Әйелдің қолындағы кесе дір ете қалды». «Қай Дулат?» «Мұғалім Дулат». Нұрғайша үнсіз қалды. «Есінде ме?» «Білемін. Үйленіпті. Кеудесіне біреу пышақ сұққандай болды. Бірақ сыр білдірмеді». «Жақсы екен. 2 баласы бар көрінеді». «Иә». Дәулет әйеліне ұзақ қарап отырды. «Бір нәрсе сұрасам бола ма?» «Сұраңыз». «Сен оны сүйген бе едің?» Нұрғайша жүрегі тоқтап қалғандай болды. «Нені айтып отырсыз?» «Жауап бер». Үйдің іші тып-тыныш, балалар сыртта ойнап жүр. «Өткен нәрсені қазбалаудың қажеті жоқ». «Демек сүйгенсің?» Нұрғайша үндемеді. Дәулет баяу басын изеді. «Мен бұрыннан сезетінмін». «Дәулет, уайымдама. Мен сені ешқашан кінәлаған жоқпын». Әйел алғаш рет күйеуіне басқаша көзбен қарады. Дәулеттің даусында өкпе жоқ еді, тек шаршаған сабыр бар болатын. «Неге?» «Өйткені махаббат зорлықпен келмейді». Нұрғайша көзін төмен түсірді. «Кешіріңіз».
кешірім сұрайтын ештеңе жоқ. Сол түні ол ұзақ ұйықтай алмады. Дәулеттің сөздері ойынан кетпеді. Ол өзін алғаш рет кінәлі сезінді. Жылдар өте берді. Берік институтқа түсті. Марал тұрмысқа шықты. Ғалым әскерге кетті. Үй біртіндеп босай бастады. Бір күні пошташы келді. Нұрғайша апай, сізге хат. Әйел таңғалып қалды. Өйткені оған ешкім хат жазбайтын. Конверттің сыртына тек Нұрғайшаға деп жазылыпты. Ішін ашқанда қолы қалтырай бастады. Өйткені жазуды бірден таныды. Бұл Дулаттың жазуы еді. Жүрегі кеудесіне сыймай кетті. Ол орындыққа отыра кетті. Хатты баяу ашты. Алғашқы жолын оқығанда көзіне жас толды. Сәлем, Нұрғайша. Әрі қарай оқуға батылы жетпей ұзақ отырды. Жылдар өте берді. Берік институтқа түсті. Марал тұрмысқа шықты. Ғалым әскерге кетті. Үй біртіндеп босай бастады. Бір күні пошташы келді. Нұрғайша апай, сізге хат. Әйел таңғалып қалды. Өйткені оған ешкім хат жазбайтын. Конверттің сыртына тек Нұрғайшаға деп жазылыпты. Ішін ашқанда қолы қалтырай бастады. Өйткені жазуды бірден таныды. Бұл Дулаттың жазуы еді. Жүрегі кеудесіне сыймай кетті. Ол орындыққа отыра кетті. Хатты баяу ашты. Алғашқы жолын оқығанда көзіне жас толды. Сәлем, Нұрғайша. Әрі қарай оқуға батылы жетпей ұзақ отырды. Себебі арада 30 жылдан астам уақыт өтсе де, кейбір сезімдердің өшпейтінін дәл сол сәтте түсінген еді. Нұрғайша хатты қолына ұстап ұзақ отырды. Саусақтары дірілдеп тұр. Арада 30 жылдан астам уақыт өткен, бірақ сол жазуды бірден таныды. Бір кезде күн сайын көретін әріптер, бір кезде жүрегін толқытқан сөздер. Көз жасын сүртіп, хатты оқи бастады. Сәлем, Нұрғайша. Бұл хатты жазуым керек пе, жоқ па деп көп ойландым. Бірақ уақыт өтіп барады. Кейбір сөздер айтылмай қалса, адам өмір бойы өкінеді екен. Мен қазір аудан орталығындағы мектепте директор болып жұмыс істеймін. Балаларым өсті. Әйелім Әсия 3 жыл бұрын дүниеден өтті. Осы хатты жазып отырғанымның себебі басқа. Мен сенен кешірім сұрағым келеді. Нұрғайша хатты оқып отырып қатып қалды. Кешірім сұрағым келеді. Неге? Не үшін? Ол әрі қарай оқыды. Сол күні өзеннің жағасында сен менен бір ауыз сөз күттің. Мен оны түсіндім. Бірақ айта алмадым. Қорықтым. Сенің әкеңнен емес, сенің өміріңді қиындатып аламын ба деп қорықтым. Қазір ойласам, ең үлкен қателігім сол екен. Кейде адам сүйген адамы үшін күресу керек екенін кеш түсінеді. Нұрғайшаның көзінен жас тоқтамай ағып жатты. 30 жыл бойы жүрегінде жүрген сұраққа жауап дәл осы хаттың ішінде тұр еді. Дулат та сүйген, Дулат та қиналған. Тек айтуға батылы жетпеген. Сол бір ауыз сөз, сол бір ғана сөз. Екеуінің тағдырын мүлде басқа жаққа бұрып жіберген еді. Есіктің ашылған дауысы естілді. Берік кіріп келді. Апа? Нұрғайша хатты тез бүктеп қойды. Иә балам, жылап отырсыз ба? Жоқ, көздеріңіз қызарып кетіпті ғой. Берік жақындап келді. Денсаулығыңыз дұрыс па? Дұрыс. Апа, сіз соңғы кезде біртүрлі болып жүрсіз. Нұрғайша үнсіз қалды. Берік анасының жанына отырды. Маған айта аласыз? Кейбір әңгімелерді айту қиын болады екен. Мен бала емеспін. Білемін. Берік анасының қолынан ұстады. Сонда да айтыңыз. Нұрғайша алғаш рет ұлына ұзақ қарады. 60-тан асқан азамат. Өзінің балалары бар. Бірақ дәл қазір анасының алдында баяғы кішкентай Берік болып отырғандай еді. Балам. Иә. Сен әкеңді жақсы адам деп ойлайсың ба? Берік таңырқап қалды. Әрине. Неге? Ол бізді жеткізді, үй салды, оқытты, ешкімге жамандық жасаған жоқ. Дұрыс айтасың. Неге сұрадыңыз? Нұрғайша ауыр күрсінді.
Өйткені мен оны өмір бойы толық жақсы көре алмадым. Берік селк ете қалды. Не? Бұл шындық. Ұлы үнсіз қалды. Бөлмені ауыр тыныштық басты. Әкең жақсы адам еді, бірақ жүрегімнің бір бұрышы бос қалды. Апа, кейде адам дұрыс таңдау жасайды, бірақ жүрегі басқа нәрсені қалайды. Берік алғаш рет анасының жан дүниесінде қандай ауыр сыр жатқанын сезді. Келесі күні Нұрғайша хатты қайта-қайта оқыды. Соңында мекенжай жазылған екен. Дулаттың мекенжайы. Қарапайым ғана ауыл. Аудан орталығынан алыс емес. Ол хатты сандыққа салып қоймақ болды, бірақ қолы бармады. Кешке қарай Марал келді. Қызы анасын жиі көріп тұратын. Анашым, келдің бе қызым? Иә. Марал дастархан жайып жүріп, анасына қарап қойды. Бір түрнісіз. Неге? Көзіңіз күліп тұр. Нұрғайша еріксіз жымиды. Сондай ма? Иә. Соңғы кезде сіз жасарып кеткен сияқтысыз. Әй, қойшы, сосар айтамын. Марал анасының қасына отырды. Біреу ғашық болып қалған жоқ па? Нұрғайша күліп жіберді. Сосын кенет күлкісі тоқтады. Өйткені қызы әзілдеп айтқан сөз оның жүрегіндегі шындыққа тым жақын еді. Анашым? Иә. Мен бір нәрсе сұрайыншы? Сұра. Өміріңізде бір өкінетін нәрсе бар ма? Нұрғайша терезеге қарады. Күн батып бара жатты. Қып-қызыл шапақ бүкіл аспанды бояп тұр. Бар. Қандай? Айтылмаған бір ауыз сөз. Кімге? Әже үнсіз қалды. Анашым, бір адамға. Ол кісі тірі ме? Нұрғайша жүрегі дүрсілдеп кетті. Баяу ғана. Тірі, деді. Марал аң-таң болып қалды. Сонда сіз әкемнен басқа адамды сүйдіңіз бе? Нұрғайша жауап бермеді. Қызы анасының жүзіне қарап отырып, бәрін түсінгендей болды. Сол кісіні әлі ұмытпадыңыз ба? Әже көзін жұмды. Кейбір адамдарды ұмыту мүмкін емес екен. Дәл сол кезде үстел үстіндегі телефон шырылдап қоя берді. Марал тұтқаны көтерді. Алло? Бірнеше секундтан кейін ол таңырқап анасына қарады. Анашым, не болды? Сізді бір кісі сұрап тұр. Кім? Дулат деген адам. Нұрғайшаның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Ол орнынан баяу көтерілді. Телефонға қарай жүрді. Қолдары қалтырап бара жатты. 40 жылдан астам уақыттан кейін алғаш рет Дулаттың даусын естуге бірнеше қадам ғана қалған еді. Нұрғайшаның қолы телефон тұтқасына жеткенше жүрегі кеудесіне сыймай соқты. Марал үнсіз шетке шықты. Бөлме іші тып-тыныш. Тек сағаттың тықылы ғана естіледі. Әже тұтқаны құлағына апарды. Алло? Арғы жақтан бірнеше секунд үн шықпады. Сосын таныс дауыс естілді. Жасы ұлғайған, баяулаған, бірақ сол дауыс, сол адам. Нұрғайша? Әженің көзінен жас ашып кетті. 40 жылдан астам уақыттан кейін естіген дауыс жүрегінің ең терең түкпіріне жеткендей болды. Иә, мен Дулатпын. Білемін. Екеуі де үнсіз қалды. Кейде ұзақ жылдардың арасына сөз сыймай қалады екен. Хатымды алдың ба? Деді Дулат. Алдым. Оқыдың ба? Иә. Ренжідің бе? Жоқ. Кешірдің бе? Нұрғайша терең күрсінді. Мен сені бұрыннан кешіріп қойғанмын. Арғы жақтан тағы үнсіздік орнады. Сосын Дулаттың ауыр демалғаны естілді. Рахмет. Кешірім сұрайтын сен ғана емессің. Неге? Мен де көп нәрсені айта алмадым. Нұрғайша. Иә. Мен сені өмір бойы ұмытқан жоқпын. Әженің көзінен тағы жас ақты.
Қартайғанда адам жыламайды дейді. Өтірік. Жүрек ауырса, жасың қанша болса да жылай береді екен. Мен де ұмытпадым Дулат. Арғы жақтан ұзақ үн шықпады. Әлде жылап тұр ма? Әлде өткен күндерді есіне алып тұр ма? Белгісіз. Кейде тағдыр тым қатал болады екен, деді Дулат ақыры. Иә. Бірақ мен бір нәрсеге қуаныштымын. Неге? Сенің бақытты өмір сүргеніңе. Нұрғайша еріксіз күліп жіберді. Мұңды күлкі. Мен бақытты болдым деп кім айтты? Балаларың бар, немерелерің бар. Ол рас. Ендеше, бірақ адамның жүрегі басқа нәрсе іздеп тұрады екен. Дулат үнсіз қалды. Мен сені көргім келеді, Нұрғайша. Бұл сөзді естігенде әженің жүрегі тағы дүрсілдей жөнелді. Қазір ме? Иә. Біз 80-нен асып кеттік қой. Сол үшін де. Адамдар не дейді? Осы жаста жұрттың сөзі маңызды ма? Нұрғайша алғаш рет шын көңілден күлді. Жоқ. Онда кездесейік. Әже жауап беруге асықпады, бірақ жүрегінің түбінде әлде бір жылылық пайда болды. 40 жылдан астам уақыттан кейін алғаш рет. Ойланып көрейін. Жарайды. Дулат? Иә. Телефон соққаныңа рахмет. Мен бұл қоңырауды 40 жыл кешіктіріп соқтым. Нұрғайша көзін жұмды. Иә. 40 жыл кешіккен қоңырау, 40 жыл кешіккен сөз, 40 жыл кешіккен сезім. Сол түні Нұрғайша ұйықтай алмады. Таңға дейін ойланды. Өткен өмір көз алдынан кино сияқты өтіп жатты. Дәулет, балалары, немерелері, ауыл, қуаныштар, қайғылар. Сосын Дулат. Әрдайым жүрегінің бір бұрышында қалған адам. Таң ата бере аулаға шықты. Ағаштардың арасынан күн көтеріліп келе жатыр екен. Сол кезде қақпа ашылды. Берік кіріп келді. Апа, ерте келдің ғой. Сізбен сөйлесейін деп едім. Айта бер. Берік анасының жанына отырды. Біраз үндемей отырды. Кеше Марал бәрін айтты. Нұрғайша үндемеді. Дулат туралы. Әже жай ғана басын изеді. Ренжідің бе? Жоқ. Онда неге үндемейсің? Берік біраз ойланып отырды. Бала кезімде сізбен әкем бір-біріңізді қатты жақсы көреді деп ойлайтынмын. Біз бір-бірімізді сыйладық. Иә. Әкең өте жақсы адам еді. Білемін. Бірақ махаббат басқа нәрсе екен. Берік анасының жүзіне қарап қалды. Осы уақытқа дейін анасының ішкі жан дүниесін білмегенін енді ғана түсінгендей. Сіз кездескіңіз келе ме? Білмеймін. Қорқасыз ба? Иә. Неден? Нұрғайша көкжиекке қарады. Өткен өмірден. Берік күлімсіреді. Өткен өмірден қорықпаңыз. Неге? Өйткені ол бәрібір өтіп кеткен. Ал болашақ ше? Болашақ қанша қалса да сіздікі. Нұрғайша ұлының сөзіне таңырқай қарады. Қартайып кетіпсің ғой балам. Сіз де. Екеуі күліп жіберді. Сол кезде үй жақтан Ғалымның дауысы естілді. Анашым! Не болды? Сізге хат келіпті. Нұрғайша орнынан тұрды. Тағы хат па? Иә. Ғалым қолындағы ақ конвертті көрсетті. Конверттің сыртында таныс жазу тұр еді. Дулаттың жазуы. Бірақ бұл жолы конверттің астына тағы бір сөйлем жазылыпты. Кездеспесек, өмір бойғы өкінішім бірге кетеді. Нұрғайша конвертті қолына алып ұзақ қарап тұрды. Кездеспесек, өмір бойғы өкінішім бірге кетеді. Бір ауыз сөйлем, бірақ сол сөйлем оның жүрегін толқытты. Ғалым анасына қарап тұр. Берік те үндемейді. Үшеуі де хаттың жай хат емес екенін сезгендей.
Ашпайсыз ба? Деді ғалым. Кейін оқимын. Анашым, жалғыз қалғым келеді балам. Балалар үндемей шығып кетті. Нұрғайша бөлмесіне кірді, есікті жапты, сосын хатты ақырын ашты. Ішінде бір парақ қағаз ғана бар екен. Жазуы бұрынғыдай ұқыпты, түзу, әдемі. Ол оқи бастады. Нұрғайша, біз қазір өмірдің соңғы белесіне келдік. Сондықтан өтірік айтқым келмейді. Мен сені сүйдім. Әлі де жақсы көремін. Осы сөзді айту үшін 40 жылдан астам уақыт жоғалттым. Сол үшін өзімді ешқашан кешірмеймін. Егер қаласаң, келесі сенбі күні өзеннің жағасында кездескім келеді. Баяғы жерде, баяғы ағаштың түбінде. Келмесең де ренжімеймін. Бірақ өмірімнің соңына дейін күткен адамым екеніңді біліп кет. Дулат. Нұрғайша хатты кеудесіне қысып жылап жіберді. Осы сөздерді ол 20 жасында естігісі келген, 30 жасында естігісі келген, 40 жасында естігісі келген, тіпті 50 жасында да. Ал қазір 82-ге келгенде естіп отыр. Тағдыр кейде адамға бәрін береді, бірақ тым кеш береді екен. Сенбіге дейін 3 күн қалды. 3 күн бойы Нұрғайша ешкімге нақты жауап айта алмады. Бір күні түскі шай үстінде Марал сұрады. Анашым, кездесесіз бе? Білмеймін. Неге? Ят қой. Ғалым күліп жіберді. 82 жаста қандай ят? Сен түсінбейсің. Керісінше түсінемін. Берік те қосылды. Барам десеңіз барасыз. Жұрт не дейді? Жұрт ертең ұмытады. Ал мен? Сіз ұмытпайсыз. Үй іші тағы үнсіз қалды. Нұрғайша балаларына қарап отырып таң қалды. Бұрынғы заманның адамдары болса қарсы шығар еді. Ал бұлар анасының бақытына алаңдап отыр. Әкелерін ренжімей ме екен? Берік ауыр күрсінді. Әкем тірі болғанда өзі апарып тастар еді. Бұл сөзден кейін бәрі үнсіз қалды. Нұрғайшаның көзіне жас келді. Иә, Дәулет сондай адам болатын. Өңір бойы ешкімге жамандық жасамаған. Сол түні Нұрғайша түс көрді. Өзін 18 жастағы қыз ретінде көрді. Ұзын бұрымды, күлімдеген. Өзеннің жағасында тұр, ал қарсы алдында жас Дулат. Неге үндемедің? Дейді қыз. Қорықтым. Неден? Сені жоғалтудан. Бірақ бәрібір жоғалттың ғой. Дулат басын төмен түсіреді. Сол сәтте Нұрғайша шошып оянды. Таң атып келеді екен. Ол төсектен тұрды. Айна алдына келді. Айнадан өзіне қарады. Әжім басқан жүз. Ақ шаш. 82 жылдық өмір. Бірақ көздерінің түбінде баяғы Нұрғайша әлі бар еді. Баяғы армандайтын қыз. Баяғы сие алатын жүрек. Сол кезде кенет шешім қабылдады. Сенбі күні таңертең ерте оянды. Ең әдемі көйлегін киді, көк түсті. Дәулет көзі тірісінде сыйлаған көйлек. Шашын жинады, жеңіл орамал тақты. Айна алдында ұзақ тұрды. Кеудесі қатты толқып тұр. Дәл мектепке алғаш барған қыз сияқты. Марал есіктен қарап, анашым? Иә, әдемісіз. Нұрғайша күліп жіберді. Қойшы, рас. Ғалым сырттан айқайлады. Дайынсыз ба? Қайда? Өзеніне, Берік көліктің жанында тұр екен. Біз апарамыз. Жоқ, өзім барамын. Жалғыз ба? Иә. Қорықпайсыз ба? Жоқ. Нұрғайша таяғын қолына алды. Сосын жай ғана. Кейбір жолдарда адам жалғыз жүруі керек екен балам, деді. Берік анасына ұзақ қарады. Сосын басын изеді. Онда бармыз. Рахмет. Нұрғайша баяу қақпадан шықты. Ауылдың ескі көшесімен жүріп келеді. Жүрегі қатты соғып тұр. Ал өзеннің жағасында бір адам ерте келіп қойған еді. Қолында ескі қара қалпағы. Шашы аппақ, арқасы сәл бүкірейген.
бірақ ол бірден таныды. Бұл Дулат еді. 40 жылдан астам уақыттан кейін оларды бірнеше ғана қадам бөліп тұрды. Өзен жағасында тұрған қария баяу бұрылды. Нұрғайшаның аяғы өзінен өзі тоқтап қалды. Дулат та қатып қалғандай, екеуі бір-біріне үнсіз қарап тұрды. 40 жыл. Жоқ, 60 жылдан астам уақыт. Бір кезде жас болған екі жүрек, қазір өмірдің соңғы белесіне жеткен екі қария. Бірақ көздері өзгермепті. Нұрғайша соны байқады. Дулаттың жанарына қараған сәтте уақыт кейін шегініп кеткендей болды. Сол баяғы өзен, сол баяғы жағалау, сол баяғы адам, тек шаштарына ақ түскен. Сәлем Нұрғайша, даусы дірілдеп шықты. Сәлем Дулат. Екеуі тағы үнсіз қалды. Қай сөзден бастарын білмеді. Өйткені араларында айтылмаған мыңдаған сөз жатқан еді. Дулат күлімсіреді. Келгеніне сенбей тұрмын. Өзімде. Көт күттім. Білемін. Кейде келмей қояды деп ойладым. Мен де келем бе жоқ па деп көп ойландым. Дулат басын изеді. Мен де осы кездесуді 40 жыл ойладым. Нұрғайша еріксіз күліп жіберді. 40 жыл емес, одан да көп қой. Иә. Екеуі өзен бойымен баяу жүре бастады. Су бұрынғыдай сылдырлап ағып жатыр. Тек олар ғана өзгерген. Денсаулығың қалай? Деді Дулат. Жасым 82-де болғанда қандай болады деп ойлайсың? Әлі де баяғыдайсың. Өтірікші. Рас. Нұрғайша басын шайқады. Сен өзгермепсің. Қалай? Бұрында осылай өтірік мақтайтынсың. Дулат күліп жіберді. Сол күлкі Нұрғайшаның жүрегін шым еткізді. Өйткені ол күлкіні ұмытпаған еді. Біраздан кейін екеуі баяғы үлкен теректің түбіне келіп отырды. Дәл осы жерде соңғы рет кездескен. Дәл осы жерде бәрі аяқталған. Немесе басталған. Нұрғайша, иә, бір сұрақ қояйыншы. Қой, бақытты болдың ба? Нұрғайша ұзақ ойланып қалды. Өмірі көз алдынан өтті. Дәулет, балалары, немерелері, қуаныш, қайғы, жеңістер, жоғалтулар. Болдым. Шын ба? Иә. Онда неге көзің мұңайып кетті? Нұрғайша күлімсіреді. Өйткені адам толық бақытты болмайды екен. Мен де солай ойлаймын. Ал сен ше? Мен де бақытты болдым. Әйелің жақсы адам болды ма? Дулат бірден жауап бермеді. Әсия өте жақсы адам еді. Білемін. Ол мені сыйлады. Сен де сыйлаған шығарсың. Әрине. Онда неге мұңайып отырсың? Дулат алыстағы суға қарап қалды. Өйткені жүреттің бір бөлмесі бос қалды. Нұрғайша көзін төмен түсірді. Бұл сөзді өзі де талай рет сезінген. Бір кезде Дулат қалтасынан ескі сурет шығарды. Сурет сарғайып кеткен, бұрыштары жыртылған. Мынаны таныдың ба? Нұрғайша суретті қолына алды. Жас кезінде түскен сурет. Өзі. 19 жастағы Нұрғайша. Ақ көйлек киген, күліп тұр. Әженің көзіне жас келді. Сенде әлі сақтаулы ма? Өмір бойы. Неге? Тастай алмадым. Әйелің көрмеді ме? Көрді. Нұрғайша таңырқап қалды. Негеді? Дулат мұлайып жымиды. Бір күні өзі сұрады. Бұл кім? Деді. Мен шындықты айттым. Сонда ол ұзақ үнсіз отырды. Кейін Дулат, кейбір адамдар жүректен кетпейді екен. Мен саған ренжімеймін деді. Нұрғайша көзін сүртті. Әсия жақсы адам болыпты. Өте жақсы адам еді. Жатқан жері жарық болсын. Әумин. Екеуі үнсіз қалды. Жел баяу соғып тұр. Керектің жапырақтары сыбдырлайды. Біраз уақыттан кейін Дулат күтпеген сұрақ қойды.
Егер уақытты артқа қайтара алсақ, не істер едің? Нұрғайша ойланып қалды. Сосын жай ғана: саған сол күні кетпе дер едім. Басқа ештеңе емес пе? Жоқ. Тек сол ма? Иә. Дулат басын төмен түсірді. Көздері жасаурап кеткен еді. Ал мен? Иә. Мен сол күні сені жібермес едім. Нұрғайша жүрегінің шым еткенін сезді. Міне ол күткен сөз. 60 жылдан кейін айтылған сөз. Кешіккен сөз. Бірақ бәрібір жүрекке жеткен сөз. Дулат? Иә. Біз өте кеш қалыппыз. Иә. Өте кеш. Бірақ мүлде айтпай кеткеннен жақсы шығар. Нұрғайша басын изеді. Дәл сол сәтте оның көзі Дулаттың жүзіне түсті. Бірақ бір нәрсе мазасын алды. Дулаттың өңі бозарып кеткен еді. Тынысы да ауырлап тұрғандай. Дулат? Иә. Өзіңді жақсы сезініп тұрсың ба? Қария жауап бермек болды. Бірақ кенет кеудесін ұстап қалды. Жүзі сұрланып кетті. Дулат! Нұрғайша орнынан атып тұрды. Қарияның қолындағы сурет жерге түсіп кетті. Дулат! Нұрғайшаның даусы дірілдеп кетті. Дулат кеудесін ұстап, алға еңкейіп отырды. Жүзі бозарып кеткен. Тынысы тарылып бара жатқандай. Дулат, саған не болды? Ештеңе. Өтірік айтпа! Қария күлімсіреуге тырысты, бірақ күле алмады. Кейде жүрек өз жасын еске салып тұрады. Дулат! Нұрғайша таяғын тастай сала жанына отырды. Дәрі ішесің бе? Ішемін. Онда қайда? Қалтамда. Нұрғайша қалтасының кішкентай құтыны алып шықты. Дәріні берді. Бірнеше минуттан кейін Дулаттың тынысы біртіндеп қалпына келе бастады. Енді жақсырақ па? Иә. Қорқытып жібердің. Кешір. Әлі де солайсың. Қалай? Бәрін ішіңе сақтайсың. Дулат жымиып қойды. Мүмкін. Екеуі біраз үнсіз отырды. Өзен ағып жатыр. Уақыт ағып жатыр. Өмір де ағып жатыр. Кенет Дулат қалтасынан тағы бір нәрсе шығарды. Бұл шағын қорапша еді. Ескі, сарғайып кеткен. Мынау не? Деді Нұрғайша. Ашып көр. Әже қорапшаны ақырын ашты. Қария төмен қарады. Егер сол күні саған осы сақинаны бергенімде, өткенді өзгерте алмаймыз. Білемін, өзгерте алмаймыз. Екеуі де мұны жақсы түсінетін, бірақ жүрек бәрібір өткенге қайта-қайта орала береді екен. Күн еңкейіп бара жатты. Кешкі алтын сәуле өзен бетіне төгіліп тұр. Нұрғайша кенет. Дулат? Иә? Маған шындықты айтшы. Қандай шындық? Неге үйлендің? Қария бірден жауап бермеді. Жалғыз қалғым келмеді. Кек сол ма? Жоқ. Онда? Дулат ауыр күрсінді. Әсия жақсы адам еді. Білемін. Бірақ басында оны сүйген жоқпын. Нұрғайша көзін жұмды. Кейінше? Кейін сыйладым. Ал махаббат? Махаббат бір рет келген сияқты. Нұрғайша төмен қарады. Оның жүрегі де дәл солай ойлайтын. Күн бата бастағанда екеуі ауылға қарай қайтты. Жол бойы көп сөйлемеді. Кейде үнсіздік сөзден де маңызды болады. Ауыл шетіне келгенде Дулат тоқтады. Нұрғайша? Иә. Бүгін келгенің үшін рахмет. Мен келмесем өкінер едім. Мен де. Дулат? Айта бер. Бұдан кейінде кездесеміз бе? Қарияның жүзінде жылы күлкі пайда болды. Егер Алла жазса. Жазсын. Жазсын. Екеуі қол алысты. Бір сәтке ғана.
Бірақ сол қол алысудың ішінде 60 жылдық сағыныш жапқандай еді. Сол кеште Нұрғайша үйге өзгеше көңілмен оралды. Марал бірден байқады. Кездестіңіз бе? Иә. Қалай өтті? Нұрғайша күлімсіреді. Кешіккен әңгіме болды. Өкіндіңіз бе? Жоқ. Қуандыңыз ба? Иә. Марал анасының жүзінен көптен бері көрмеген бір жарықты көрді. Анашым? Иә. Сіз бақытты сияқтысыз. Нұрғайша жауап бермеді. Кек қызының маңдайынан сипады. Сол түні ол ұзақ уақыттан бері алғаш рет тыныш ұйықтады. Бірақ ертеңінде таңертең бәрі өзгеріп кетті. Сағат 9 шамасында үйдің телефоны шырылдады. Берік көтерді. Алло? Арғы жақтан біреу әлденен асығыс айтып жатты. Беріктің жүзі бірден өзгеріп кетті. Не дейсіз? Үй іші тына қалды. Нұрғайша орнынан тұрды. Не болды? Берік баяу телефонды қойды. Даусы қарлығып шықты. Апа? Не болды? Дулат ағай. Нұрғайшаның жүрегі зу ете қалды. Не болды оған? Берік көзін төмен түсірді. Түнде ауруханаға түсіпті. Ауруханаға? Жағдай ауыр екен. Нұрғайша орындыққа баяу отыра кетті. Кеше ғана сөйлескен адам. Кеше ғана қасында отырған адам. Кеше ғана 60 жылдық үнсіздікті бұзған адам. Ал қазір өмір мен өлімнің арасында жатыр еді. Нұрғайша орындықта үнсіз отырды. Құлағына Беріктің сөзі қайта-қайта естіліп тұр. Жағдайы ауыр екен. Кеше ғана өзеннің жағасында бірге отырған. Кеше ғана күліп сөйлескен. Кеше ғана өткен өмірді еске алған. Ал бүгін ауруханада жатыр. Әже қолын кеудесіне қойды. Жүрегі қатты соғып тұр. Қай ауруханада? Деді ақыры. Аудандық аурухана. Қазір барамын. Апа, жол алыс қой. Барамын дедім. Даусындағы табандылықты көрген Берік үндемеді. Бір сағаттан кейін көлік ауданға қарай жеткіп келе жатты. Рөлде ғалым отыр. Арттан Нұрғайша мен Марал. Ешкім сөйлемейді. Терезеден дала сырғып өтіп жатыр. Нұрғайша көкжиекке қарап отыр. Бірақ ештеңе көріп отырған жоқ. Оның ойында тек бір ғана нәрсе бар. Кеш қалмасам екен. Өмір бойы кешігіп келген сөздер жетеді. Енді тағы кешіккісі келмеді. Ауруханаға жеткенде Нұрғайша көліктен асығыс түсті. Ғалым сүйемелдеп ішке кіргізді. Ақ халатты дәрігер қарсы алды. Сіздер Дулат ақсақалдың туыстарсыздар ма? Нұрғайша жауап берді. Жоқ. Сосын аз ғана үнсіз қалып. Жоқ, бірақ жақын адамымыз. Дәрігер басын изеді. Жүрек талмасы болған. Қазір жағдайы қалай? Тұрақты, бірақ әлсіз. Нұрғайшаның көзі жасаурап кетті. Кіре аламын ба? 5 минутқа ғана. Палата іші тыныш еді. Терезеден күн сәулесі түсіп тұр. Дулат төсекте жатыр. Жүзі бозарған. Бірақ көзі ашық екен. Есіктен кірген Нұрғайшаны көргенде әлсіз жымиды. Келдің бе? Әженің көзіне жас келді. Келдім. Білемін деп едім. Қорқытып жібердің. Кешір. Тағы да кешір дейсің. Дулат күліп қойды. Әдет болып кеткен сияқты. Нұрғайша орындыққа отырды. Біраз уақыт екеуі үнсіз қалды. Бөлмеде тек жүрек соғысын көрсететін аппараттың дыбысы естіліп тұр. Дулат. Иә. Енді өзіңді күт. Уақыт аз қалған сияқты. Ондай сөз айтпа. Нұрғайша. Иә. 83 жасқа келген адам шындықты айтуы керек. Нұрғайша үндемеді. Мен өмірден қорықпаймын. Мен қорқамын. Неден? Тағы бір айтылмай қалған сөзден. Дулат оның жүзіне ұзақ қарады. Сосын әлсіз ғана жымиды.
Онда бүгін бәрін айтайық. Нұрғайшаның жүрегі шым етті. Айта бер. Мен сені сүйдім. Әже көзін жұмды. Бұл сөзді кеше де айтқан, бірақ қазір мүлде басқаша естілді. Өйткені өмірдің соңында айтылған шындықта өтірік болмайды. Мен де сені сүйдім, Дулат. Палатада тыныштық орнады. 60 жылдан астам уақыт бойы айтылмаған сөз ақыры айтылды. Көздерінен жас ақты. Бірақ бұл өкініштің жасы емес еді. Бұл жеңілдеп қалған жүректің жасы болатын. Кешке қарай Нұрғайша үйіне қайтты. Бірақ ойы ауруханада қалды. Келесі күні тағы барды. Одан кейін тағы барды. Бір апта бойы күн сайын барып тұрды. Дулаттың жағдайы бірде жақсарады, бірде нашарлайды. Сол күндері олар бұрын айтылмаған әңгімелердің бәрін айтып үлгерді. Жастық шақтарын, армандарын, қорқыныштарын, өкініштерін. Бір күні Дулат: Нұрғайша, иә, егер қайтадан өмір басталса, иә, мен сені іздеп табар едім. Мен де. Бұл жолы үндемес едім. Мен де үндемес едім. Екеуі күліп жіберді. Сол күлкінің ішінде мұң да бар еді, бақыт та бар еді. Бір күні кешке ауруханадан қайтып келе жатқанда Нұрғайша кенет шаршап кетті. Үйге кіріп ескі сандықтың алдына отырды. Сандықты ашты. Ішінен баяғы суреттерді шығарды. Жас Нұрғайша, жас Дулат, жас өмір. Сол суреттерге қарап отырып бір нәрсені түсінді. Ол өмір бойы Дулатқа айтылмаған сөз үшін өкінді. Бірақ одан да үлкен өкініш бар екен. Ол Дәулетке ешқашан толық шындықты айтпаған еді. Күйеуіне, балаларының әкесіне, өмір бойы қасында болған адамға. Нұрғайша суреттерді қайта орнына қойды. Сол сәтте сандықтың ең түбінен бұрын байқамаған кішкентай конверт шығып қалды. Конверттің сыртында таныш жазу тұр екен. Бірақ бұл жолы Дулаттың емес. Марқұм күйеуі Дәулеттің жазуы еді. Ал конверттің сыртында бір ғана сөйлем жазылыпты. Мен бұл хатты сен қайтыс болғаннан кейін ғана оқиды деп ойладым. Нұрғайшаның қолы қалтырап кетті. Дәулеттің жазуы. Ол жазуды көрмегелі 20 жылдан асып кеткен, бірақ бірден таныды. Қарапайым, ұқыпты, әр әрбі анық. Сол баяғы Дәулет, сол баяғы сабырлы адам. Әже конвертті ұзақ ұстап отырды. Кеудесі тарылып бара жатқандай. Бұл қайдан шыққан? Өзіне өзі сыбырлады. Сандықтың түбінде қанша жылдан бері жатқанын кім білсін? Бәлкім 10 жыл, бәлкім 20 жыл, бәлкім Дәулет қайтыс болар алдында салып кеткен шығар. Нұрғайша ақырын конвертті ашты. Ішінен бірнеше бет қағаз шықты. Көзілдірігін киіп, оқи бастады. Нұрғайша, егер сен бұл хатты оқып отырсаң, демек мен бұл өмірде жоқпын. Мен саған ешқашан хат жазған адам емеспін. Бірақ осы сөздерді бетіне айта алмадым. Сондықтан қағазға қалдырдым. Ең алдымен бір нәрсені айтқым келеді. Мен саған ешқашан ренжіген жоқпын. Нұрғайшаның көзі жасаурап кетті. Ол оқуды жалғастырды. Мен сенің жүрегіңде бір адамның бар екенін ерте түсіндім. Үйленгеніміздің алғашқы жылында-ақ сездім. Сен ештеңе айтпадың, бірақ мен байқадым. Әйел адам сүймеген кезде көзінен білінеді екен. Нұрғайша ернін тістеп қалды. Жүрегі ауырып кетті. Басында қиналдым, өтірік айтпаймын, өте қатты қиналдым. Бірақ кейін ойлана келе бір нәрсені түсіндім. Сен жаман адам емес едің. Сен тек жүрегіне әмір жүргізе алмадың. Ол үшін мен сені кінәлай алмадым. Нұрғайшаның көзінен жас тоқтамай ағып жатты. Қағазың әр жолы жүрегіне қададалып барады. Сен маған жақсы жар болдың, балаларымызға жақсы ана болдың, үйіміздің берекесін кіргіздің, сол үшін рахмет. Бірақ мен сенің кейде алыстағы бір нәрсені сағынатыныңды көретінмін. Мен ол адамның кім екенін де білетінмін. Әже көзін жұмып алды. Дәулет. Даусы әрең шықты. Ол хатты ары қарай оқыды.
Бір күні ауданнан Дулатты көргенде бәрін түсіндім. Оның көзіне қарадым, сосын сенің көзіне қарадым. Екеуінің де ештеңе ұмытпағандарымды білдім. Нұрғайша жылап жіберді. Өмір бойы жасырып жүрген сырдың бәрін күйеуі біліп жүрген екен. Бірақ ешқашан бетіне баспаған, ешқашан ренжітпеген, ешқашан айыптамаған. Міне, шынайы кейіндік деген осы шығар. Хаттың соңғы бөлігіне келгенде әже тынысын ішіне тартып қалды. Егер бір күні Дулатпен жолығып қалсаң, өзіңді кінәлама. Мен оған ренжімеймін, саған да ренжімеймін. Өйткені махаббат үшін ешкімді соттауға болмайды. Менің жалғыз тілегім, өмірден өкінішпен кетпе. Айтатын сөзің болса, айтып үлгер. Кешіретін адамың болса, кешір. Құшақтайтын адамың болса, құшақта. Себебі адам соңында айтылмаған сөздерге ғана өкінеді. Сенің дәулетің. Нұрғайша хатты кеудесіне басты. Сол сәтте көз жасын тоқтата алмады. Жоқ, бұл қайғының жасы емес еді. Бұл ризашылықтың жасы болатын. Өмір бойы жанында болған адамға деген алғыстың жасы. Келесі күні таңертең ол тағы ауруханаға барды. Палатаға кіргенде Дулат терезеге қарап отыр екен. Келдің бе? Келдім. Бүгін жүзім басқаша. Нұрғайша орындыққа отырды. Кеше Дәулеттің хатын таптым. Дулат таңырқап қалды. Дәулеттің бе? Иә. Не жазыпты? Нұрғайша хаттың мазмұнын баяу айтып берді. Дулат ұзақ үнсіз отырды. Көздері жасаурап кеткен еді. Жақсы адам болған екен. Өте жақсы адам болды. Мен оны әрқашан сыйладым. Білемін. Ал қазір одан да қатты сыйлап кеттім. Нұрғайша басын изеді. Екеуі ұзақ уақыт үнсіз отырды. Сол үнсіздікте Дәулетке деген құрмет бар еді. Өмірге деген ризашылық бар еді. Кешке қарай дәрігер палатаға кірді. Тексеріп шықты. Сосын Нұрғайшаға қарады. Бүгін жағдай жақсырақ. Шын ба? Иә. Қауіп жоқ па? Дәрігер нақты жауап бермеді. Бұл жаста бәрі Алланың қолында. Нұрғайша басын изеді. Ол мұны түсінетін, бірақ жүрегі бәрібір қорқатын. Сол күні кетер алдында Дулат оның қолынан ұстады. Нұрғайша? Иә. Егер ертең оянбай қалсам, ондай сөз айтпа. Тыңдаш. Жоқ. Тыңда. Нұрғайша үнсіз қалды. Онда бір ғана өтінішім бар. Қандай? Дулат әлсіз күлімсіреді, сосын ақырын ғана. Ертең емес, бір күні өзің туралы кітап жаздыр. Не үшін? Өйткені адамдар махаббаттың кейде өмір бойы өшпейтінін білсін. Нұрғайша жауап бермек болған, бірақ дәл сол сәтте палата есігі ашылып кетті. Ішке дәрігерлер асығыс кіріп келді, ал монитордың дыбысы кенет өзгеріп кеткен еді.